Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің ютубтағы оқырмандарым. Бүгін мен сіздерге тағы да бір пайдалы тәжірибемен бөліскім келіп тұр. Жалпы ағылшын тілін үйреніп бастаған кезде әр оқушы өзінің соткасына пайдалы приложенияларды жүктеп алғысы келеді, иә? Міне, сол приложенияларды именно сол күштісін және нашарын сіздерге және әр деңгей бойынша, яғни орташа деңгейде қайсысын қолданған дұрыс, енді бастап жатқандарға қандай приложение қолданған дұрыс, соның барлығын айтатын боламын. Мына төбеде тұрған менің инста парақшам, осыған тіркелсеңдер болады. Сонда да мен пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Және де менің парақшама жазылуды, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер, себебі мен алдағы уақытта осылай тұрақты, өте пайдалы деген ақпараттармен тегін бөлісіп тұратын боламын. Мені жоғалтпаңыздар. Енді бастайық. Duolingo деген ол өте жақсы, өте танымал приложение, 0-ден орташа деңгейге дейін үйретеді. Маған бір ұнағаны, бұның ең басында менде үйреніп жүрген кезде қолданып көрген болатынмын. Бұл құрылымдық логикасы бар, өте жақсы приложение. Яғни бір тақырыпты бітпесең, екінші тақырыпқа өте алмайсың, және тақырыптар бір-бірімен сабақтасып, байланысып жатады. Және сөйлем құрауға арналған жаттығулар топтастырылған, тыңдалым жаттығулар да бар. Әртүрлі оқиғаларды сипаттайтын бөлімде бар. Бұл ситуацияға байланысты оқиғалар, иә? Ауа райы, мысалы, жұмыстар туралы, киімдер туралы деген сияқты. Соның барлығын оқып отырып, сіз визуализация арқылы есте сақтауға көмектеседі. Ева деген бұның неше түрлі варианттары бар. Мына френчтен суретін салып қойыппын, кешірім сұраймын. Бірақ жалпы бұл ағылшын тілін үйрететін приложениесі бар. Бұл сізге сөздерді және грамматиканы үйретеді, шақтарды не екенін айтып береді сізге. Орыс тілінде, ағылшын тілінде жоқ әлі бұндай. 0-ден орташа деңгейге дейін үйретеді. Сөздер кинолардың үзіндісінен алынып, мысал ретінде келтіріледі. Бұл үлкен плюсы бұл приложенияның. Себебі киноларды көрген кезде сіз персонаждарды есіңізде сақтап, бір визуализацияға көмектеседі. Тегін, бірақ жарнамасы бар. Жарнамасы көріңіз кезде ақылы түрін қолдана аласыз. Және де аудио кітапшалар да бар. Оқып жатқан сөздері кезектесіп жанып тұрады. Мысалы, айтылып жатады, сол айтылып жатқан сөз бетіп жанып сізге көрініп тұрады, яғни сіз есте сақтауға көмектеседі. Lingualio деген бар. Деңгей бойынша тест орындай аласыз, деңгейіңізге қарай жұмыстан аласыз. Яғни сіз ең басынан деңгейіңізді анықтап береді, соған қатысты жаттығулар, тақырыптар ұсынады сізге. Бұл өте үлкен плюс деп айтсам болады. Әр деңгейге өзінің грамматикасы бар, жаңа өткендей, және де ойындар арқылы түсіндіріледі. Мысалы, сіз жаттығуды дұрыс істесеңіз, сіз мынандай кішкентай арыстаныңызға тамақ бересіз деген сияқты бір ойын арқылы ұйымдастырылған. Тыңдалым жаттығулары бар. Яғни құлақтың әртүрлі акценттермен жұмыстануға көмектеседі. Speak деген бұл тек бір ғана дағдыны, яғни бір жақты ғана дамытатын приложение. Яғни speak атайтып тұрғандай сөйлеуді үйретеді. Арнайы персонаждармен диалог арқылы үйренесіз. Мысалы, мұғалім, доктор, шофер, таксист сияқты бір адамдар болады, сізге сұрақ қояды, бір conversation, яғни диалог болады бір екеуіңіздің араңызда. Сіздің жауабыңызды дайындап береді, сол жауапты сіз оқисыз, және акцентпен жазылады. Солай диалог жалғасып кете береді. Бұл өте жақсы. Кейде бір минусы болады, әрине ол сіздің айтқаныңызды түсінбей, бір басқа заттармен байланыстырып кетуі мүмкін. Бірақ сонда да өте жақсы ұйымдастырылған. Және произношение жөндеуге көмектеседі, яғни сөздерді оқып, сіз өзіңіздің произношениеңізді дамытып аласыз. 0-ден бастап үйреніп жүргендерге таптырмас құрал болып табылады. Quizlet сөздерді жаттауға арналған приложение. Өзің суреттермен қосып карточка жасай аласың. Яғни бір бетіне өзіңнің жаттап жүрген сөзіңді қоясың, екінші бетіне аудармасын жазасың, және бірінші бетіне суретті қойсаң болады. Ол визуализация арқылы жаттауға көмектесетін болады. Reversal context деген бар, яғни сөздерді сөйлем арқылы үйренесіз. Мысалы, неше түрлі фразаларды, сөздерді жазсаң болады, және әр сөйлемде әртүрлі қалай қолданылғанын сізге айтып береді. Мен ең басында қолданып жүрген бұны, әрине оңай тиген жоқ, бірақ
неше түрлі варианттармен сөздік қорыңызды дамыта аласыз. Бұл орта деңгейдегі оқушыларға көбірек арналған, яғни бастапқы деңгейде кішкене қиындық тудырады. Но сонда да әлі бастапқы деңгейде болсаңыз да сіз қолдана аласыз. Барлық деңгейдегі адамдарға арналған бұл лингво, яғни фразалар, сөздердің мағыналары терең қарастырылған, яғни сөздікпен, сөздік сияқты болады бұл кітап, және де сөйлемдермен байланысты бізге терең мағынасын біліп беретін болады. Бұның тоже приложениесін жүктеп аласыздар. Жаңадан шыққан бұл, бұрын тек сайты ғана бар еді. Ал LibriVox деген ол аудио кітап, құлақты әртүрлі акцентке үйрете аласыз. Яғни бұл жерде бір арнайы нақты адамдар тағайындалып, оны оқымайды. Кітапты ұнатқан, кітапты бір жақсы көріп қалған адамдар болады ғой, мен оқығым келеді деген. Яғни сол әр адам өз бетінше оқып, жүктеп қояды. Соны сіз тыңдап, құлағыңыз үйретесіз. Бұл жаңағындай IELTS listening-ті өте жақсы. IELTS listening-ті мысалы байқасаңыздар, әртүрлі дыбыстар болады, әртүрлі акценттер болады. Кейбіреуін түсінесің, кейбіреуін түсінбейсің. Міне, осыны дамытуға осы LibriVox көмектеді. Себебі ояқта әр елдің, әртүрлі мемлекеттің жаңағындай адамдары бар. Бір құлаққа басқаша естіледі, соны құлаққа жаңағындай жаттығу қылып үйретесіз. Бұл жалпы орташа деңгейдегі оқушыларға арналған. Яғни, мына соңғысы өте бір ыңғайлы қылып қойдым сіздерге. Осыны сіздер скриндап алыңыздар. Бастапқы деңгейдегі оқушылар Lingvolio, Ева, Duolingo, Quizletті жүктеп алсаңыздар болады. Орташа деңгейдегілер Speak, LibriVox, Lingvo, Reverse Context, Ева, Duolingoны қолдансаңыздар болады тоже. И жоғары деңгейде Lingvo, Reverse Context, Quizlet, LibriVox. Ол міндетті түрде. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Және де подписация етуді, лайк басуды және инстаграмға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтан сәттілік, сау болыңыздар. Және де комментарийге өздеріңізге ұнады, ұнамады, қандай тақырыптарға жазған видео сабаққа жазғанды қалайсыздар, соның барлығын жазып кетсеңіздер, мен ескеріп соның барлығына түсіретін боламын. Сау болыңыздар.